жақсы көңіл-күймен бастау үшін бір-бірімізге жақсы тілектерімізді айтайық, иә? Келді? Айтамын. Жақсы, рахмет. Рахмет. Онда тақтаға қараймыз. Қазір мен сіздерді 4 топқа бөлемін. Әркім өзінің есімін көрсін де тез орналаса қойыңыздар. Бүгінгі сабағымызға Қазақстан тарихы үй тапсырмасына не берілді? Шырақтың ерлігі. Шырақтың ерлігі. Жауабы Шырақ кім еді? Жақсы. Маған бірінші эсселер жинайын ба? Тексеріп өтейін. Жақсы. Жақсы. Бәрі. Жақсы. Жақсы. Саят, сен қайда? Ашық қой, үстік ашық отыр. Болса, эссемізді әр топтан бір оқушыға оқытып алайық, иә? Үй тапсырмасы бойынша. Кім оқиды? Іңкәр оқысын. Кімдер дейді? Сақтар ұрып кетті деді. Алинұр, шөл далаға тастап кетті дейді мені дейді, сақтар дейді. Шырақ, не өтті содан кейін? Әңгімелеп бермедім ғой мен. Өзін шыбықпен сабап. Өзін сабады, иә? Сабап, сақтар мені ұрып кетті деп. Кімге арызданып жатыр? Кімге айтып жатыр? Бірінші жай патшаға. Бүйтіп алып жүріңдер. Мен олардың қай жаққа кеткендерін білемін деп, өз елдерін құтқаруды ойлайды. Сөйтіп оларды сендіре алды ма? Иә, сендіре алды. Каусар? Я, олар қырылып, неге қырылды олар? Шөптері жоқ болғандықтан. Шөпті кім құртып кетті? Аттарын, шөп болмағаннан кейін аттары қырылып, болмағаннан кейін жауынгерлер азап немен? Аз аскер қалып қалды. Содан? Мұрасы не болды содан? Олардың адамым деп айтады кейін, олар оны сол жерде өлтіріп тастайды. Жарайсың. Расылдың айтқанын арғарай біз түйіндеп жіберейік, иә? Бұл Шырақ батыр қай тайпадан шығып еді, Баян? Сақ тайпасынан шығып еді. Осы сақтар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, мені көріп отырсыздар, иә? Бөлімнің аты сақтар. Осы сабағымызда сақтардың Александр Македонский әскеріне қарсы күресі. Ол Александр Македонскийдің сақтарға қарсы күресін біз біліп алмай тұрып, үй тапсырмасын пысықтап өтейік. Сұрақ қала қояды. Мұхсин. Сақ қоғамы қаншаға бөлінді? Қаншаға бөлінді? Жақсы. Саясат. 3-ке бөлінді, есіңе түсті, иә? Алимын садақтады. Жебе ала қой. Қызыл болды, иә? Сіздерге мен мына нені бағалауды беріп қояйын. Біз үйен сабағымызда пайдаланатын едік қой? Иә, құм сағатты. Арайлым шықпаса? Бүйірді, иә, арайлымға? Аласың. Яғни жауап бере аларым екен. Саясат өзіңе 2 балл қойып алсаң болады. Қасмола мәдениетін ұстанған сақтар. Агрикилер. Сақтардың осы 3 тайпасы да неге тасмола мәдениет деп аталды? Неге тасмола мәдениет деп аталды? Олар тасмоланың қандай? Обалары қандай болды? Обалар тасмолаға ұқсас болғандықтан. Енді осы бүгінгі сабағымыздың тақырыбына байланысты мен сіздерге видеоролик көрсетемін. Александр Македонский 13 жасынан Аристотель ғұламадан дәріс алған. Өскеннен кейін де жорықтардан оралғанда алдымен ұстазына, содан кейін ғана ата-анасына сәлем беруге баратын көрінеді. Мұның сырын сұрағандарға ол ата-ана менің аспаннан жерге түсемасында былай деп баяндаған. Осы жыл ескендірді білемекен, Македония шаһары болған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әлі 21-ге толды. Сақтардың 9 тайпалары орналасқан жерлер. 9 тайпасын бәріміз бірге айтып көрейікші. Кімдер еді?
әдебийлер жатады. Александр Македонский гректердің қолбасшысы. Кіші Азияны жаулап алу үшін ол бірінші Парсы патшасы Кирден кейінгі патша кім еді? Бірінші Дарийдің алдында кім болды патша? Кирді кім өлтірді? Томирис неге өлтірді? Кир өлтіріп тастады. Молодец. Алға, ұмтыл тек алға, алда қойған мақсатқа, қолсыз еш таянма сен. Атқан әрбір ақтанға, үміт міндет арқала, қолсыз армандарды сен. Болашақ жарқын болсын, бірлікпен орта толсын, жетелейтін бізді тек алға. Бәріміз бірге Бір үйдің баласындай, қол ұстасып таң қалмай, жылжимыз сонда тек алға. бәріміз бірге Бір үйдің баласындай, бірлігімізді сақтай, жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге, бәріміз бірге, қазақ елі. Алға ұмтыл тек алға, жаңа белестер алда, шыңнан шыңға биікте. бөленген күн нұрына әркез бол сен тек алда, елім бақытты мекен. Болашақ жарқын болсын, бірлікпен орта толсын, жетелейтін бізді тек алға. Бәріміз бірге Бір үйдің баласындай, қол ұстасып таң қалмай, жылжимыз сонда тек алға. бәріміз бірге. Төртінші топтығы жұмыс тапсырмасы орындалды. Геродот кім еді? Грек тарихшысы. Грек тарихшысы. Және тарихтың атасы. жақсы. Төртінші топтың жұмысын мына топ бағалайды. Жақсы. Сұққапты клей сұққап. Біттің ма? Молодец. Міне біткенде өйстіп экран таза болады. Телефонмен орындаған жақсы негізінен. Топтық жұмыс қылып беріп отырмын, иә, сіздерге. Қалды. Бұлардың QR-ына кіріп алып, QR-ларын міне дар Мұхаммед мынаған кіріп, одан кейін мынаны теңестіріп шығасың. Мыналардың жолынан қанша балл бересің? Сразу баллын беріп кете бер, түсіндірме керек емес. 9. Топтық баллдарыңыз 9. Және неше мына жерде неше отыр? 5, 6, 7. Еңлісіге 2 балдан, жамынтерге 1 балдан. Сіздерге екеуі дұрыс емес, қанша бердіңіздер? Қанша балл береміз? 8. Мынау кім тігеді? Сіздерге 8 балл, екеуі 4-еу, бәріңізге 2 балдан алып оласыздар. Апа менде 9 балл. Жұптық тапсырманы қасымызда отырған оқушылармен жұптаса салайықшы. Неге? Жұптасып көріп екеуіңіз бірге істейсіздер. Жұптық тапсырмада сіздерге сәйкестендіру берілді. Екінші топқа кестені толтыру. Қасымыздағы жұптымызбен орындаймыз. Үшінші топ сіздерге ой қозғау. Ой қозғау. Үшінші, төртінші топ бәрі топқа таратып бітсін, енді келіп молодец, ал, дұрыс жауаптар тексереміз. Дұрыс па?
Олай болса, бүгінгі сабағымызды балалар қорытындылау үшін сіздерге мен жеке жұмыс беремін. Тез таратып алыңдар өздеріңді. Дәптерге орындамай ақ қойып, параққа орында, дәптерге осыны жабыстырып алып кете саласыздар. Көрсіз табамыз. Жақсы, өздеріңіз тексерсеңіздер қала берсін. Бердің ғой? Жақсы. Келе ғой. Қандай сөз шықты? Маракана. Сен шоқ сөз таппасыз ба? Төртеу ғой бізде. Төрт сөз. Төрт сөз кім тауып бітті? Иә, солған тез-тез сыза саламыз. Міне артылғандар бар екен ғой мұнда. Солды, дұрыс. Солды деген не еді? Молодец. Жарайсыңдар. Керемет. Бәрімізге әдемі болды. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша жарайсыңдар. Үйге тапсырманы алмас бұрын мен сіздерге үйге тапсырма Александр Македонскийден біз жабық тест құрастыратын едік қой. Жабық тест, 5 жабық тест құрастырып келеміз. Мәліметті дүниежүзі тарихындағы 24-ші параграфтен алсаңыздар болады. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс беріп жіберіңіздер. Анау баспалдағы әдісіне жабыстырып кетесіздер. Түсіндіңіздер? Тез-тез. Ой, жарайсың, молодец. Өздері не түсіндіңіздер, соны жазып кетіңдер. Бүгінгі тақырып бойынша бірінші баспа. Алға, ұмтыл тек алға, алда қойған мақсатқа, қолсыз еш таянма сен. Атқан әрбір ақтанға, үміт міндет арқала, қолсыз армандарды сен. Болашақ жарқын болсын, бірлікпен орта толсын, жетелейтін бізді тек алға. Бәріміз бірге Бір үйдің баласындай, қол ұстасып таң қалмай, жол жүреміз сонда тек алға. бәріміз бірге Бір үйдің баласындай, бірлігімізді сақтай, жол жүреміз сонда тек алға. Бәріміз бірге, бәріміз бірге, қазақ елі. Алға ұмтыл тек алға, жаңа белестер алда, шыңнан шыңға биікте. бөленген күн нұрына әркез бол сен тек алда, елім бақытты мекен. Болашақ жарқын болсын, бірлікпен орта толсын, жетелейтін бізді тек алға. Бәріміз бірге Бір үйдің баласындай, қол ұстасып таң қалмай, жол жүреміз сонда тек алға. бәріміз бірге Бір үйдің баласындай, бірлігімізді сақтай, жол жүреміз сонда тек алға. бәріміз бірге Бәріміз бірге,